Allah ilimmin qara құлдың мәртебесін әлемнің 3/4 билеп тұрған халифадан да биік қылып жіберді дейді. Ал керек болатын болса балам. Балам басың істесе білім ал деп айтқан екен да. Патшалық бұл не емес? Мәртебе емес бұл деп. Ғалымлық бұл мәртебе. Патшалық егер мәртебе болғанда, Алла Құранда біз патшалардың мәртебесін көтердік деп аят түсіретін деп айтады дейді. Ондай бірде-бір аят жоқ дейді. Бірақ Алла Құранда қайта-қайта біз ілім иелердің, ғалымдарының мәртебесін көтердік деп айтады дейді. Білетін мен білмейтін тең бола ма деп аят түсіргенде Алла Тағала, көрдіңіз ба? Білетін мен білмейтін тең ба? Тең емес қой. Өлі менен тірінің мысалы сияқты дейді. Білетін адам менен білмейтін адамның мысалы өлі менен тірінің мысалы сияқты дейді. Ана қараңыздар. Алланы еске алатын адам менен еске алмайтын адамның да мысалы өлі менен тірінің мысалы сияқты дейді. Міне сонда кезекте тұр ғой. Балам басың істесе ілім ал деп жатыр да, көрдің ба? Алла Тағала қара құлдың мәртебесін көтерді, халифаны кезекке тұрғызып қойды дейді. Сөйтіп анау пәленбай сағат тұрды дейді ғой кезекте ше. Нәпсің шырылдайды ғой енді, бірақ кезекте тұрсын да. Баласын айтады дейді, балам, мына ғалым егер менің сарайыма кіріп келетін болса, мына жерде мен отыра алмаймын деп айтады дейді. Мына тағымда бар ғой, отыра алмаймын. Еріксіз орнымнан тұрып кетемін деп айтады дейді. Көрдіңіз ба? Ғалымдарды сондай мәртебе берген Алла патшаларды зыр жүгіртеді алдында деп айтады дейді. Мінекей, білімнің мәртебесі осындай, құрметті жамағат. Алла біліммен адамдардың мәртебесін көтереді. Алла біліммен адамдардың мәртебесін түсіреді.